Әлқисса адам болғалы, санасына сәуле қонғалы, жұмыр жердің қай пұшпағында да, қай кезеңде де, қай қауымда да ғұлама ғалымдар, айрықша қасиет пен биік парасат иелері, кемеңгер тұлғалар туып отырған. Олардың қай-қайсысы да әлімсақтан аманат арқалағандар. Әсіресе араларындағы ағартушылықты абзал көріп, айналасына білгенін үйретумен айналысқандары арқасындағы жүктің ауырлығын анағұрлым сезіне түседі. Және онысы осы бетпен қадам басқан сайын, қарекет қылған сайын артады. Содан да білмекке құштарлық күшейеді, білгенін басқаға үйретпекке ұмтылады. Жаратушының ерекше назарындағы сондай пенделері адамдар арасында есімдері ұлықталып, еңбектері қадірлі көрінетіні ұстаздар. Ұстаз сөзінің әрбір әрпінің өзі ұлағатты жан, салиқалы жан, тәрбиелі жан, абзал жан, зиялы жан деген анықтауыштардан тұратындай. Өйткені осылардың бәрі ұстазға тән. Қуантқан Ванов, ол ең алдымен ұстаз. Ал тумысынан талантты тұлғаның бойынан ақындық, сазгерлік, әншілік, суретшілік, өнертапқыштық сияқты тағы да басқа қасиеттерін тани түскенде, жігітке 7 өнерде аз дегеннен гөрі 70 өнерде көп емес дегенге ден қоясыз. Ең дұрысы оған кемел деген лайық. Маңғыстаудың Марғасқа азаматы Қуантқан Ванов 1953 жылы 9 маусымда Жыңғылды ауылында туған. Әкесі Иванұлы Ырза Ұлы Отан соғысы мен еңбек ардагері. Балаларын жастайынан еңбекқорлыққа, білім алуға баулыған әке арманы ұл қыздарын талаптандыра, қанаттандыра түсті. Бала Қуантқан ес білген кезінен Шайыр ауылында өседі. Біріншіден 9 сыныпқа дейін Шайыр мектебінде білім алады. Бұлар баланы бесігінен танитын жұрт жұмыла оның келешегінен үміт күтті. Ол кезде белгілі ақпарат құралдарының да, кітаптардың да сирек болатын уақыттар. Соның өзінде көрінген газет, кітап, соның өзін тастамай, мына азғантай ауылда, кітапханада кітаптарды наубайлап жастайынан оқып болды. Мектепте жүргенде де ерінбей ізденетін, сол уақыттың өзінде жан жақты, әр затқа құмар, әр затқа құштар. Мысалы қарапайым бір мысал, Қуантқан біз жастайымыздан біздің деңгейіміздегі адамдардың санасына келмейтін заттар үшін соған ерте жетіскен еді. Себебі бұның барлығы мен біліммен келеді деп есептеймін. Себебі әлі бала болғасын әртүрлі мектепте тентектіктер жасайсың, бұзықтықтар болады. Осы 8-ші класста біз бір тентектік жасап, классымыз жиналысқа салып, осы сынып классымызда 3 баланы мектеп аударатын болып, ата-аналарымызбенен жиналыс болған уақытта осы Қуантқан үлкен кісілік әңгіме айтып, біз бұларды өзіміз тәрбиелейміз қатарымызда. Адасқанның айыбы жоқ, қайтып өрін тапқан соң деген, бұлар болашақта жақсы азамат болып өседі деп үлкен бір азаматтық әңгіме айтқан. Сол кезден әлгі болар бала жасынан деген сол кезден Қуантқанның осындай азамат болатындығын, жақсы адам болатындығы белгілі болатын. Ол орта мектепті 1970 жылы шетпеден бітірді. Оның математика пәніне ерекше ден қоюына алдындағы ұстаз аға апалары әсер етсе, мектепте мұғалімдері қабілетін арттыра білді. Мен 10 классқа сабақ бердім. 10 класста 3 класс болды, А, Б, С класстар дейтін. Осы 3 класста оққан балдарды көбі де математика пәніне өте жақсы оққан балдар екен. Алдыңғы жылы Шайыр мектебінде оққан 78 жылдық, 9 жылдық мектептерін бітіріп келген балдардың барлығы да математика пәнінен жақсы үлгерімде болды. Солардың ішінде ерекше көзге түскен балдардың бірі Ванов Қуантқан еді. Ванов Қуантқан тек қана математика пәні емес, ол барлық пәндерден, сосын мынау баянда ойнаудан,
сурет салудан ерекше қабілетімен менің көзіме түсті. Сол мен сабақ берген уақыттардың ішінде де мен Ван Қуантқанға 1-4 қойғаным жоқ болу керек. Барлық уақытта да 5-пен аяқтап шықты. Мен осындай шәкіртім болғанына өзім қатты ризамын. Озат оқушы жоғары оқу орнында да студенттер арасында алғырлығымен алдына жан салмаған. Қуантқан екеуміз тек қана мектепте 8 жыл емес, 4 жыл институттың физика-математика факультетінің математика бөлімінде 4 жыл бірге оқыдық. Сонда басқа адамға қарағанда мен Қуантқанменен 12-13 жыл бірге оқыған адаммын. Қуантқанның еңбекқорлығы сондай, біз мысалы әрбір сессия сайын оқысақ бір оқимыз, қарасақ бір қараймыз да сонымен емтиханға бара береді едік. Ал Қуантқан әрбір сессия сайын тағат қанша жатып алып, сол емтихан болатын пәнге дайындалып, соны түнгі сағат 4-5-ке дейін көз талғанша оқитын еді. Сөйтіп, 1974 жылы Гурьев педагогикалық институтынан математика пәнінің мұғалімі мамандығын алып шығып, туған ауылы Жыңғылдыға жас маман болып келді. Осында отау көтеріп, өз қолымен үй салды, перзент сүйді, өсіп өнді. Есір Шоқұлы атындағы Жыңғылды орта мектебінде табан аудармастан 30 жыл мұғалім болып жасады. Мектепте балдарды оқытып жүрген уақытта бірде біліп атады, бірде білмей атады. Соған байланысты түрлі балдарға түсіндірудің тәсілін жасайсын. Сондай ізденістің үстінде мен украиналық математик Донецкілік Шаталов дейтін кісінің идеясымен таныс болдым. Сосын оның балдары өте жақсы оқиды. Соған байланысты мен сол кісінің әдістемесін өзімнің сабағымда қолдана бастадым. Сөйтіп жүріп енді кейбір үйлестіре алмаған жерлеріміз бар. Сәл өсіп бір жерін үйтсе қайтеді, бүйтсе қайтеді дейтін идеямен туындатты. Біз соған байланысты бір мектеп құрдық. Мына облыстық мұғалімдер білім жетілдіру институтының жанынан Озат тәжірибе мектебі дейтін құрылды. Озат тәжірибе мектебіне көптеген мұғалімдер тартылды, 20 шақты мұғалімдер. Олар соны менің жаңағы өзімнің жасаған кейбір идеяларыменен жұмыс жасады. Ол ұлағатты ұстаз, ұстаздардың ұстазы. Оның алдынан түлеп ұшқан шәкірттерінің ішінен қарапайым еңбек адамдарынан бастап академиктерге дейін шықты. Жақсы мұғалім болсам деп ойладым. Сосын сол жұмыс жасап жүріп ізденістер болды. Шаталовтың идеясымен таныстық. Соны балдарға жаңағы тақырыптарды қалай еткенде жақсылап беруге болады дейтін мәселемен айналысып жүріп, соған 1-2 кітапша жаздық. Жұрт әуелі жазып алып оқытатын болса, ғалымдар, мен де керісінше. Мен оқытып келемде, ана үйлеспеген жерін балдардан жаңағы, мен жазған заттарымды балдарға шым-шымдап айта бердім. Міне осылай деп, жаңа тапқан идеяларым балаға келем, бала түсінгендей болса, жақсы түсінбегендей болса, оны бұл қайтам. Тағы да сәл бөлгізу балдардың көмегімен, жалпы мен балдардың идеясы көзқарасында, қалай көзқарасын, соны анда қағазға түсірген адам сияқты. Осы негізінде осы Жыңғылды жерінде, Маңғыстау ауданы, оның ішінде осы кабинеттегі туған идеялар сол қағазға түскен көрінісі. Қуантқан Ванов 2001-2005 жылдар аралығында Маңғыстау облыстық мұғалімдер білімін жетілдіру институтында әдістемелік эксперимент кабинет меңгерушісі, 2005-2006 жылдары педагогикалық зерттеу орталығының жетекшісі қызметтерін атқарды. Ол математиканы оқытуда озық идеяларды дамыту және тарату ісіне елеулі үлес қосқан әдіскер. 1985 жылдан бастап Маңғыстау облыстық білім жетілдіру институтының тұрақты лекторы болып, республикамыздың көптеген облыстарында өзінің авторлық курстарын өткізді. Оның әдістемесімен құрастырған материалдары бойынша облысымызда 1988-90 жылдар аралығында Озат тәжірибе мектебі деп аталатын мектеп жұмыс істеді. Ең алдымен Қуантқанның қасиеті математика мұғалім ретінде, сонымен қатар әдіскер мұғалім ретінде көрінген. Өзінің тәжірибесін таратып, оқу үрдісінде пайдаланатын демонстрациялық тақта, 5 аспап циркуль ұсынған. Ал бірінші
озат тәжірибе көпке ортақ деген математика кабинеті осы Ванов Қуанқан іс тәжірибесінен кітапша таратқан. Бұл кітапта 5-ші сыныпта Қуанқанның оқыту әдістемесі және мәтінде есептер шығару әдістер берілген. Екінші кітап бұл 5-6 сыныпта математика оқыту бір жүйесі. Бұның ол кітап бұл әдістемелік құралдың өзгешелігі Шаталов технологиясының өңдеген және тірек сызбалары пайдаланған. Көпшілік мұғалімдер ұсыныс тілегі бойынша осы әдістемелік құрал пайдалануға енгізілген. Әдістемелік құралдың ерекшелігі Шаталов тірек сызбаға қарағанда түрлі түсті қылып шығарылған. Мысалы, бірінші, натурал сандар. Бұл жерде көрініп тұр, тірек сызба өзінің атауымен беріліп, және де қызыл түспен бұл мұғалімнің түсі, көк түспен оқушы белгілеу керек, және қара түспен шартты белгілер осында берілген. Қуанқанда жаңа идея туды. Яғни, осының негізінде оқулық жазу туралы. Сөйтіп, бұл 90 жылдардың басында математика 5-ші класстың әуелі, содан кейін 6-шы сыныптың оқулығын жазуға бет бұрды. Бұл оқулық 94-ші жылы негізгі білім министрлігінде сынаудың қорытындысы бойынша дұрыс оң баға алып, 94-ші жылы білім министрлігінің рұқсатын алып, 95-96 оқу жылында бұл іске кірісті. 94-95-те 5-ші классы, 95-96-да 6-шы сыныбы білім жүйесіне енді. Қойқан өзі мәселе есептері деп айтылды. Сол мәселе есептерінің шығару жолдарын жүйеге түсірді. Бұрын оқытушылар пайдаланып келген кезде әркім өзінің білгені бойынша оқушыларға түсіндіріп, қазіргі тілмен айтқанда математикалық анализдеу, математика сөйлемдері, қазақша сөйлемдерді математика тіліне аударып барып, программалап жүргізу еді. Енді осыны бір жүйеге келтіріп, қандай амалдар арқылы орындауға болады. Есе көп, есе аз деген сөздерді, барлығы дейтін сөздерге жүйелеп, осыған кесте шығарып, осындай ерекше қасиеттер болды. Оны көптеген оқытушылар мадақтап мақтады. Бізге өте тиімді әдіс деп. Қазіргі заман талабы бойынша қойылып жатқан мектептерде логикалық есептер дейді ғой, сол көп болды қойқан енгізген. Сосын жаңғалақ дейтін есептерді қате теріс шығарып қояды да, осы жаңғалақ есепті осылай шығарған екен, сіз жаңағы қатесі қайда? Сіз білесіз ба дейтін. Оқушылардың қызығушылығын, ойлауын сондай қажет ететіндей жаңғалақ дейтін адамды өмірге келтірді. Сосын бүткіл жер, су атауларының бәрі қазақшаланды бұл жерде. Біздің төл оқулығымыз деп айтылып жүреді. Бүткіл сөйлемдер, манағы бұрын жаңағы Оля, Таня, тағы біреулер бірдеңе қылды, секірді, жүгірді дейді ғой. Кәдімгі осы Маңғыстаудың жер, су аттарының барлығы енгізілді ол жерлерде. Ванов халық ағарту саласын дамытуда зор еңбек сіңірген. 30 жылға жуық ұстаздық қызметінен соң 2001 жылы облыстық білім жетілдіру институтына келіп, егемен еліміздің алғашқы төл оқулықтарын облыс мектептерінде сынау жұмысына басшылық етті. Білім саласының жайына сараптама жасап, ұсыныс беру мақсатында құрылған зерттеу орталығының жетекшісі қызмет атқарды. 2006 жылдан бері ақпараттық, танымдық және әдістемелік Маңғыстау мұғалімі газетінің бас редакторы. Бұл газет негізінен Маңғыстау мұғалімі осы сол 2006 жылдың мамыр айынан бастап шыға бастаған. Газетті шығаруға ұсынысты сол кездегі білім басқармасының, облыстық білім басқармасының бастығы Қасымбеков тастаған екен. Содан және ол кісі осы ағайға қолқа салыпты. Осы ағайдың бұрын оқулық жазған және қайсысы де үлкен жауапкершілікпен жасайтын кісі, қайсысы қолға алса, соны тындырмай, ол кісі қоймайды, тындырады қалайда. Сөйтіп 6 мамырда алғашқы санын шығарған.
Тіпті оны жалғыз өзі шығарды десе де болады. Ағай деген жаңа универсальный негіз деп айтып жатады ғой. Орыстар біздің ағай бесаспап, қазақша айтқанда, сол бесаспап бәрін де жасай алады. Өзі үйреніп, мен келген кезде Corel деген, Photoshop деген үлкен қалың жуан кітаптар жатты. Осы жерде соның бәрін өзі оқып, содан үйреніп, газетке Corel программасымен газеттің дизайнын да өзі жасады. Photoshopты үйреніп алып, фотоларды да өзі жөндеп, өңдеп салды. Сол Word'тан бастап ағайдан үйрендім. Әріпті жазудан бастап ағай үйретті. Тіпті жаңағы газетке енді, газеттің технологиясын енді газетте жұмыс жасайтындар бәрі біледі. Бір артық, бір бос орын кетіп қалмау керек. Соның бәрін кәдімгі жауапкершілікпен қарап, соның бәрін үйретті ағай. Ағай дегенді көп қырының бірі оның өзінің адами қасиетті де, оның қасында үнемі отырғасын жерде өте қамқор. Бізге мен өзім төркінім алыста, маған сондықтан да осы жердегі бір ағам десем болады, бір төркінім сияқты, үйдегі апай да, ата-ана ретінде де мен ағайдан үлгі алам. Өзім балаларым ағайға қарап, ағайдың балаларындай өссе екен деп сөйтіп тілеймін өзім балаларымды. Жоғары санатты мұғалім, әр жылдары методист мұғалім, Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі, Астана және Қазақстан Республикасының тәуелсіздігіне 10 жыл медальдарымен, Маңғыстау облысы әкімінің құрмет грамотасымен марапатталған. Ол ұстаздық және ғылыми шығармашылық саласындағы еңбектері нәтижесінде 2001 жылы Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың жеке қабылдауында болды. Ванов оқулықтану, әдістеме, тіл ғылымдары саласында ғылыми жұмыстармен шұғылданады. Оның бұл бағыттардағы мақалалары баспасөз беттерінде жарияланып, республикалық, халықаралық конференциялардың жинақтарында жарық көрген. Кириллицамен жазатын халықтардың әліпбиін латын графикасына көшірудің ол ұсынған әдісі 2008 жылы мемлекеттік тіл және бұқаралық ақпарат құралдары атты республикалық конкурстың құрмет грамотасымен марапатталды. Қазіргі кезде оның бұл бағытта фонетика мен орфография бойынша және жаңа әліпбиді енгізудің техникалық мәселелеріне арналған жұмыстары ғылыми ортаның көңілін аударып отыр. Тек қана латынның әрпін пайдаланатын болсақ, онда ол әріп жетпейді. Яғни ондай жағдайда біз екі әріпті қосып пайдалануымыз керек болады. Ал оның да қолайсыз жақтары бар. Мысалы, нағыл деген сөз. Теңге деген сөз болатын болса, біз аңды н менен белгілейтін болсақ, онда қалай бергенбіз? Тең дегенде ың менен г-ні белгілейміз, тағы теңге дейтін екі қатар тұрады. Немесе теңе дейтін сөз болатын болса, біз ыңды ң-мен белгілейтін болса, теңе деген сөзді теңге деп оқуы мүмкін біреу. Яғни жаңа қос әріп болатын болса, оның оқу қиын болады. Тоқайтары қос әріппен белгілеу бір дыбысты ол қолайлы емес. Енді осыдан келемізде енді не істейміз дейтін сұрақ туады ғой. Жаңағы жазуымызға қолайлы болатын, әрі бір дыбысқа бір таңба болатындай жағдай деген уақытта мен соның орнына жаңа жетпейтін таңбаларымыздың орнына грек таңбаларын алса қайтеді деген ой келді маған. Себебі бүкіл дүние жүзінде барлығына ортақ екі әліпби бар. Біреуі латын әліпбиі, біреуі грек әліпбиі. Мысалы, бүкіл физика, математиканың формулаларының барлығы бүкіл дүние жүзінде сол латын грек таңбаларын қоса пайдаланады. Қуантқан Ванов өнертапқыш. Оның бір жаққа өткізетін есік дейтін қондырғысы адамды бір жаққа ғана өткізеді. Мысалы, ол есіктен кіресіз, бірақ кері қарай шыға алмайсыз. Ал домбыра жасауға қатысты ұсынысы нота бойынша үйрену мен тартуды жеңілдетеді. Демонстрациялық тақта, геометриялық түрлендіргіш мектепте сабақ беруге арналған. Ал өзі ойлап шығарған жыл айырғыш дейтін құралында өз есебі бойынша жылдың басын мешіннен бастайды да, жылдың ретін 12-ге бөлгенде шыққан қалдық жылдың атын көрсетеді. Онысы дәл келеді. Осыған байланысты жазған драмалық шығармасы да бар. Мәңгілік күнтізбесі де соған ұқсас. Кез келген жылдың ретін 28-ге бөлгенде шыққан қалдықты қаңтардың 1-іне келтірсе, сол жылдың күнтізбесімен дәл сәйкес келеді. Сондай-ақ қазақтың жаңа әліпбиінің пернетақтасы мен оған байланысты орыс, ағылшын пернетақталарына өзгеріс енгізу туралы ұсынысы қолдың ыңғайына қарай жазуды жеңілдетеді. Ол бұлардың бәрін жаңалық ашайын, сол арқылы атымды шығарайын деп жасалған жұмыстар емес, күнделікті қолданыстағы қажеттіліктен туған дүниелер дейді. Енді біз латын графикасына өтетін уақытта біз латын әрпін пайдалануға тура келеді. Сол уақытта латын әрпі мына асы, латынның асы. Мына ең ортадағы менің пернетақтаның
мына ортадағы бөлігінің мына ең шеткі сол жағында тұр. Сол уақытта біз аны басқан уақытта шынашақтың, сол жолдың шынашағымен басуымыз керек болады. Ал бұл қазақтың әріптерінде кездесетін әріптердің 13%-індегі аға келеді екен. Сонда біз үнемі 13 бүкіл 100 әріп теретін болсақ, соның 13-ін сол қолдың шынашағымен басу ол қолайсыз. Сондықтан мен жаңа ағылшынның жаңағы несінде де жайылмасында да мен анымен жерге қойдым. Сонда біз а деді ме, біз қазақша а бола ма, орысша а бола ма, ағылшынша а бола ма, бәрімен жерден бастадым. Қол жылдан басу үшін екі қолдың кезекпе-кезек басқаны. Біреуі мыннан іздеп, сосын мынадан бүйтіп отырғанда екі қол кезекпе-кезек басу керек. Үшінші, егер бір қолменен басуға тура келген жағдайда екі бір қатардан болған жақсы, немесе көршілес қатардан болған. Осыны ескере отырып, біздің клавиатурамызда мына әріптердің орналасуында дауыстылар бір жағында, дауыссыздар бір жағында. Себебі бізде қазақтың әріптерінде дауыссыз менен дауыссыз кезектесіп келеді. Сонда кезектесіп келетін болғандықтан жаңа екі қолға менен теруге мүмкіндік болады. Екеуін екі жаққа орналастырып. Сосын енді екі дауыссыз қатар келетін уақытта екі дауыссыз я екеуі де қатаң, я екеуі де ұяң, я екеуі де үнді, немесе үндіменен бірге қатаң ұяң болу кездесуі мүмкін. Сондықтан үндіні ортаға қоятын болсақ, мына қатаң мен ұяңмен екеуі көршілес қатардан немесе бір қатардан теруге мүмкіндік болады. Мінде бәрі біз солай болады. Дауысты, жуан дауысты, және дауысының өзі де бізде жаңа синхронизм заңдылығына байланысты иә кілең жуан дауыстылар, иә кілең жіңішке дауыстылар бұл. Сондықтан мысалы міне кілең жіңішке дауысты бір қатарда, сонда мен жерде бір қатардан тересің. Мынада да сондай бір қатардан тересің. Деген сияқты осындай өзгешіліктері бар. Маңғыстау энциклопедиясында көз көргендердің айтуы бойынша Қуантқан Ванов графикалық тәсілмен салған Маңғыстаудағы тұңғыш социалистік еңбек ері Нұрсейіт Бейнеуовтың суреті берілген. Кейін сол сурет бойынша Жыңғылдыда ескерткіште орнатылды. Қуантқан ағамен түйдей құрдас, өзі де жан-жақты өнер иесі, ақын, журналист, суретші, сазгер Бірғали Бәйекеев әзілдей отырып, бала кезден бірге өскен досымен өзін бақталастар емес, өнерде жүрген бәсекелестеріміз дейді. Менің жасағаным бәрін Қуанқанда жасайтын, о қалай екенін білмеймін. Бір бәсеке бар сияқты, Қуанқанда бәсеке бар сияқты. Менде емес, менде бәсекелік болған жоқ. Енді Қуекең шын мәніндегі осы қазақтардың қасында қандай зиялы адам кім деген уақытта, сол аты осы Маңғыстаудың бойында да осы ең белгілі саналы адамдардың ішіндегі сол Қуанқан. Оны ең бір таңғалатыным біздің арамыздағы осы Маңғыстаудың алдында елбасының алдына бар сөз сөйлеген, соның өзінің оқулығын көрсетіп, өз алдында Қазақстанның мектебіне көрсеткен бірден бір сол Қуанқан деп мойындаймын. Құрдасы айтқандай, Қуекеңнің өлең, ән жазатын ақындық, сазгерлік өнері де бар. Облысымыздың кейбір мектептерінде оның балаларға арналған қайнары білімнің, біз жас ұлан дарын мектебінің әнұраны әндері мектеп әнұраны ретінде айтылып жүр. Жас ұландар жыры облыстық жас ұлан ұйымының әнұраны болды. Биыл 2013 жылы Информ А баспасынан Қуантқан Вановтың ән лебіз деген атпен 30 шақты ән мәтіндері мен ноталарының жиынтығы шықты. Мен Жыңғылдыда тудым, бірақ осы есім білмей тұрғанда осы шайырға келіп, бүкіл балалық шағымның бәрі шайырда өтті. Менде мысалы Жыңғылдыға барған уақытта мені үлкен адам есебінде көреді жұрттың бәрі. Ал мұнда келгенде менен үлкен адамға мен баяғы бала қуантқан боламын. Сондықтан осы жерде балалығың есіңе түскенде өз елің сияқты да. Сосын енді бұл шайыр дейтін керемет қой. Мына қарап отырсаң, жаңағы
Адамына қарағанда да жаңа үлкендер көргенде балалығың есіңе түссе, осы жер бедеріне бәрі мына айналаңа қарағанда да балалық. Мына таудан дегерде омалатып ойнайтын едік. Мына жерде тонау мінекей сырғанақ төбешік дейді, сол сырғанақ төбешіктің үстіне шығып алып төмен қарай ойға қарай сырғанайтын едік. Мына қасында ана бір тепсең, мына қазір өскенде ауыл орнап қалған. Сол жерде біз тепсеңде қашпада ойнайтын едік, доп тебетін едік. Төмендегі тона құмдақта дігірайда ойнап, сол жағаласып ойнап, сол жерде сөйтетін. Барлық осы жерге келгенде балалық шағың бір қызықты шағыңның бәрі есіңе түседі. Енді осы жерде осы елді, осы мекенді сүйгеннен болар, менің бір әнім де осы шайырға арналған. Керемет композитор болмасақ та, ақын болмасақ та, аздап сөз құрап, кішкене аңылдап бір әуен шығарып жүргеннің өзі де осы шайырдың суының ішкенінің арқасы шығар деп ойлаймын. Мысалы қарап отырсаңыз, осы жерде тона біз қашаған жылгелілерді айтпай-ақ қояйық, бер жағында осы бүгінгі замандағы осы Маңғыстаудың атақты кілең мына сазгерлері, мына Рахат Еңсегенов марқұм, Талғат Атшыбаев, менің құрдасым Бірғали Бәйекеев, Сағынғали Нұрғожаев, тағы бір құрдасым Қыдырбай Тұрмағанбетұлы, Ерекен Қорабаев, тағы кім бар? Өзімнің ағам осы мені музыкаға бастап баулыған адамдардың бірі Көмек Ыбыраев. Айта берсең енді көп. Ана Ибрагим Алтыбаев. Тіпті осы біз бүкіл осы Маңғыстаудағы ең осы тұңғыш кәсіби режиссер, бүкіл музыканың ұйымдастырушысы керемет жаңағы майталман музыкант Орын Құлшариптің өзі осы шайырдың адамы көрінеді. Енді солардың арқасы шығар, енді аздап аңылдап жүргеніміз. Жаннатта ғұмырды кешсем де, ыстықсың жасымнан өскен жер. Естесің сырғанақ төбешік, бұлақтар доп туған тепсеңдер. Ауылым киелі мекенім, жер бар ма өзіңе жететін. Қай жақта болсам да, жетіліп толсам да, жалықпай жырлаумен өтемін. Бала кезден бауырындай бірге өскен Қуекеңнің құрдасы, досы Рашид аға арнау өлең жазып, кейіпкеріміздің келбетін аша түскен. Оның қызметі мен өмір жолы туралы толғанысы 90 ауыз сөзіміздің түйініндей. Математик, ғалым, тілші бұланық, оқулыққа кітап жазған сыбанып, латынның алфавитін қолдаушы, 60 жасын құтты болсын ұванып, сазгер ақын сөзі тұрған құралып, баян менен әні тұрған сұранып, бойында бар талап еңбек ақыл ой, құрдастарға үлгі болған ұванып, қызын беріп жат жұрттықтан қыз алған, келін жұмсап қол отырған ұзарып, артын ерген інілерге қамқоршы, әулетінің асқар тауы ұванып, біреу жақсы пікір айтсақ құп алып, жайсаңдарды баспасөзге шығарып, тәжірибесін көпшілікке таратқан, бір жұмға басшы болған ұванып, алып істеген шуасауды құрықтап, баспасөзде ұлыларды ұлықтап, жан қосағын оңайқанмен бүгінде отырсыңдар немерені қызықтап, сырласумен бірге атты талай таң, өткен күннен естелік бар соны айтам, қай кезде де қолдап сені қайда да, жаныңа тек жалау болды оңайқан, қоян қолтық араласқан халықпен, дәріптесең мықтыларды дәріптең, Маңғыстаудың тарихының бетінде жазылғансың үлкен алтын әріппен. Еске түсіп ой саламыз өткенге, бұл жасқа бар жетпегенде жеткенде, оңайқанмен 70-ді желкелеп, дәл осылай шаршамай жет 80-ге деп, құрдасыма тілек айта отырып, бақытты өмір бала шағасын қызығын көрсін деп тілеймін. Қазақ өз жеріндегі тауларды басын қар басса Алатау, қар түспесе Қаратау деп атаған.
Алатаудай асқарға, Қаратаудай биікке тау тұлғалы ұлдарында теңеген. Тіпті тауы жоқ жазық дала халқы бауырынан өнген перзенттерінің өзін бір-бір тау көрген. Ал аяулы жарына, 7 перзентіне, немере жиендеріне, шәкірттеріне, ел жұртына кемел кейіпкеріміз Асқар таудай асқақ, асу бермес белдей биік. Адамның бір белесі 60 деген, 60-ты бұрынғылар тал түс деген. Біз оны теңгередік Қаратауға, басына әлі қалың қар түспеген. Баяғының шалдары тал түс деген, бұйырды сізге сол жас 60 деген. Сізді аға көреміз Қаратаудай, басына әлі қалың қар түспеген. Адамға емес бірақ қар бастысы, бір орында өзгермей қалмас кісі, Алатау деген атқа бастап барар, бұл биік асулардың алғашқысы.